дейді. Кей кезде мен өзімнің жеке басымды айтып кетейін, өйткені мен біреудің кемшілігін айтқанын кішкене жүрегім ауырады да, бірақ өзімнің кемшілігімді айтсам ештеңе жоқ. Өйткені жамандап жатса әйтеуір күнәң төгілетін шығар деп ойлайсың да. Мен алғаш оқып жүрдім, Қырғызстанда оқыдым енді, кейін Мединаға бардым. Мединаға барған кезде алғашқы оқуларымда ілім келе бастады енді, оқи бастадық та. Енді мысалы қанша бауырларымыз болды, енді аттарын мақтамай-ақ қойын, азынан кешке дейін сол шейхтардың алдында жүрген бауырларды да көрдік. Оқып атқан, тек қана тамақ ішіп, ұйықтап қана үлгеріп жатты да бауырлар. Оқып жүрді. Сонда сол жаңағы барып оқимыз, бірақ та келе бастады, мына жақтан хадис кіріп жатыр, мына жақтан Құран кіріп жатыр, жаттап жатыр, фиққа барамыз, ақидаға барамыз, тәпсірге барамыз, жаттап жатыр, бірақ та хадистер келді. Сол кезде менде ілім келе бастады, бірақ та бір минустар пайда бола бастады. Кейін өзім біраз содан кішкене опық жедім. Мен бір нәрсені білсем, болды деп ойлап қалатын да. Болды, мен бұны нақты біліп тұрмын деп, қатты кететінді шығардым. Қатты кетіп қалып. Сөйтіп жүрдім. Енді мен Қазақстанда жүрген кезде көбінесе мынау мұсылман бауырлардың арасынан көрі, мынау қазір Мұхаммеджан бауырымыз, Шорбек ағалар жақсы біледі ғой. Біз мынау исламға әлі келмеген, ислам дінін білмеген адамдармен жиі араластық. Біз университеттерде, мектептерде болатынбыз, солар намазға шақыратынбыз да. Діннен хабар жоқ адамдармен жиі жүрдік, енді ол жердегі тақырыптар жеңіл болатын. Қатты анау бір иснат, ижаза, сахих, заиф деген ол түсінбейді ғой шалдар, кемпірлер, жай адамдар. Ондай тақырыпқа кірмейтінбіз. Алла бар, серік қоспа, жәннат бар, асық, тозақ бар, түс кетпе, намаз, парыз деген сияқты тақырыптармен жүрдік. Бір күні мен Мединада оқыдым да, қайтып келдім. Енді менің бір үйреншікті жамағаттарым бар еді. Олар өзінің туысқандарын алып барып, мені уағыз айтқызып, туысқандарын намазға құлататын да. Мен ана жақта Мединадан келдім бітіріп келгеннен кейін. Біреу түртіп қалса, сақ деп хадис айтамын да. Түртіп қалса, Құран айтамын. Өйткені мен неге дінді қатыстайтын халықтың арасында ұстамын ғой? Өзі ғалымдар сынған нәрсе бар. Қай жерде дін қатты, уағыз қатты айтылу керек дейді. Қай жерде дін әлсіз, уағыз жұмсақ айтылу керек дейді. Бұл қағида. Алып келді да бұрынғы олар менің білетін бауырларымыз, ағаларымыз, о, дәке келген жақсы болды, менің бір ағам бар еді, арақ ішіп кетті, біреу бар еді, ширк істеп жүр, палшыға барып жүр, әпкем, анау карта ойнап жүр, уағыз айтып, намазға шақырайықшы деп мені алып барады да. Алып барған кезде мен жаңағы Мединаның стилімен айта бастадым ғой. Құранның пәленшесінше, сүресінің пәленшесінше аятында оған Ибн Касир былай деп айтқан, оны былай деп айтқан, Албани оны сахихқа жатқызған, ол мына бір хадисте келген, оны Тирмизи заиф депті, өйткені мына жерде мынандай бар екен, мына жерде мынандай үзіліп кеткен, былай деп айта бастайдым да. Мынандай хадис бар, хадистерге бөлінеді, хадисте жаңағы хадистің дираясы бар, риваясы бар, одан кейін мынандай бола бастады. Отырын барсам барған жердегілер ұйықтай бастайды да. Мен өзім ештеңе сезіп жүрген жоқпын. Мен ана жақтан екпінмен келіп кіріп кеткенмін ғой бәйгеге. Сосын бірақта бір ағамыз байқады да, маған келіп айтты, дәке деді да. Сіздің ренжімеңізші, Мединада оқыдыңыз ғой, бірақ Мединаға дейінгі уағыздарыңыз жақсы екен дейді. Менің білімім төмендеп кеткен жоқ. Мен деңгейді ұмытып қалдым да, бауырлар. Деңгейді ұмытып қалдым. Сол үшін Әли Разан айтады, кәллимун нас аля қадри уқулихим дейді. Адамдарға ақыл дәрежесіне қарап сөйлеңдер дейді. Кей кезде біз маңызды нәрсе ұмытып қаламыз. Пайғамбар Мұхаммед Мұсасын бір күні жұма өткізіп жатыр. Жұма намазы өтіп құтпа айтып жатыр. Бір кісі кіріп келді айтты, ражулун ғарибун дейді. Бір кісі келді, бейтаныс кісі, дінге жаңадан келген, діні туралы хабары жоқ әлі, үйретші деп. Пайғамбар бүкіл сахабалардың бәрін қалдырып, құтпадан түсіп, мінберден түсіп, стол шабыр ана кісінің жеке барып сабақ бере бастады да. Түсіндіреді, дін деген мынау деді да. Қанат барымыз екеумізге. Мен туысқандардың бәрін жинаймын, ол жинайтын бір себеп болып тұр, той болады деді да. Сол тойға шақырам, менің бар күшімнің келетіні арақ қойғызбаймын деді. Арақ қойғызбаймын. Бірақ сіздерді шақырам деді. Тойға қонақ ретінде емес, тек қана. Сөз сөйлеп кету үшін емес, сенен сыйлық күту үшін емес, сендер сол менің туысқандарыма уағыз айтып беріңдерші деді. Біз бардық, қана екенбіз. Сөйтсек ол ойлаған ағамыз біз ойлағаннан да крутой екен да. Ана ресторан деген енді ол дәу ресторан. Отырған адамдардың енді аттарын атасаң ел танитын адамдар. Бардық, арақ жоқ екен дастарханда. Енді мұсылмандардың колбасасына кеп қойып дастарханға. Бірақ атақты әншілер өлең айтып жатыр. Қыздар билеп кетіп жатыр да. Сол кезде қана екеуміз бірімізге айтып қоямыз да. Егер мына жерде біреудің тіліне түрткі салатын болса, шайтан.
Дәкең мен Қанекең жүрген жерін қараш деп айтатын шығар деп айтатын да. Енді шын ғой, былай алып планға алып, артында қыздар билеп жүрсе, отырсаң, соғып ішіп, музыка ұрып тұрса, енді не айтуға болады одан? Жаман ойлайын десең, енді іштеңге жоқ, ләз жоқ, іштеңге жоқ. Мен сөйлейім дегенше, менің кез енді жорға отырмыз. Қанекеңді ұят болды, Құдайдан кешірім сұрап отыр, мен деп отырмын, әйтір көзіміз әйтір жаңағы алдымызда да, тамақта да. Бұлай қарауға жоқ қой. Өйткені тойға білесіздер ғой, әйелдер қалай киім киіп келетін. Қандай киім киіп келетін. Отырмыз осы. Мен енді білмеймін, қанша адамнан кейін сөйлеген, бір 7 адамнан кейін ба сөйлеген шығармын. Өзі құрметтеп сыйлағаннан кейін ғой, соңынан қалдырмай, қазақтың тойын бәрі сөз сөйлеу ғой. Анау крутой сөйлеу керек, мына крутой сөйлеу керек. Сосын мен сөйлейтін кезде бірақ ана тойдың егесі уәде бергендей қылды да. Ал құрметті жамағат, достарым, ағайындар деді. Ендігі сөз сөйлеу емес, енді бір насихат тыңдау деді да. Арамызда бір бауырымыз келіп тұр, қайта стай алмаймыз деді. Сөйтіп мен шыққан кезде жаңағы биден кейін, музыкадан кейін мен ойлағам, Қанекеңе айттым, Қанекең отыр ғой мына жерде. Мыналар енді біз тыңдамайтын шығар дедім да. Шықтым. Сөйтіп жаңағы жерде енді сөзде бір не бар ғой енді, бәрі арабтың сөзінде не бар ғой, білесіздер, Димадул Азади деген жаңағы Азадиден шыққан мушрик кезінде ислам дінін қабылдамай тұрған кезде нелер жындарды оқитын болған өзі. Жынды оқитын болған ғой мықты. Кейін пайғамбар дейтін мәжнүн шықты, жынданып кеткен адам, жын тиген адам деген кезде, ол арнайы келіп пайғамбар айтқанда, "Ей, сен жынды оқып берейін, мен жын оқимын" деген ғой пайғамбарға. Мен жын оқитын адаммын деген да. Сені қандай ауруың, ауруыңды айтып жүрші, қандай жын тиді деп бастаған кезде, пайғамбар оған сөз сөйлердің басын не деп бастады? Сөз бастағанда, "Иннал хамдалиллахи нахмаду ва наста'inuhu май яхдихиллаху фала мудилля ва май юдлил фала хадия лаху ашхаду ан ла илаха илля ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху" деп сөзін баста бастаған ана айтты, "Тоқташы" деді да, "Қайталай жүрші" деді да. Қайттан айтты. "Қайттан оқышы мына сөзін" деді. Қайттан оқыды. Айтты, "Валлахи" деді, "мынандай сөз" деді да. Ешбір дені саушы айтпайды мынау сөз, қандай керемет сөз деді да. Қолын берді де ислам дінін қабылдап кетті. Бұл сөзде, мұсылман сөздерінде бұл бекер сөз емес. Бардық сөз сөйлеу керек болды. Бастадық жаңа сөздермен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин вассалату вассаламу аля расулихил карим. Жаңа ғана күміс мана айуата тұрғанның бәрі не болып кетті? Шай ішіп отқан шайнаға халық қылып жазады. Не білеу, не дауыс бұл, не қылған дауыс деген сияқты. Бәрі бүйтіп мойындарын созып қарады. Сосын жайлап енді құрметті ағайын деп, мұсылманшылық не дейді деп жайлап келіп тойын құттықтап, мұсылманша жаңағы ерлі-зайып айтқан тойдың құттықтауын айтып барып, уағыз айттық. 1 сағат айтылды. 1 сағат айтылды. Ыдыс сыдырлаған жоқ. Дыбыс шыққан жоқ. Ешкім кеткісі келмейді.